Бар кітапқа бас болған әліппе ғылым анасы, әліппеден басталған даналықтың данасы. Мектебің мынау классың, осында 10 жыл тұрасың, тарыдай болып кіресің, таудай болып шығасың. Іші толы әріпке, мынау әйбәт әліппе, барлық ілім білімнің әжесі осы әліппе. Әліппем бол, әліппем бірінші көңілге онға сілтеліп Құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар, қадірменді қонақтар. Бүгін 1-ші Д сынып оқушыларының бүкіл білім, ғылым бастауы болған әліппемен қоштасқалы отыр. Әліппені бітіру алдағы өмірге бастайтын белестердің бірі. Міне, оқушыларым, сондай белестен асып отырсыңдар. Бүгін біз үшін салтанатты мереке. Олай болса, мерекеміз құтты болсын. Құрметті менің оқушыларым, осыдан 4 ай бұрын мектеп табалдырығын 1-ші сынып болып аттаған болатынсыңдар. Ал енді бүгін әліппемен қоштасқалы отырсыңдар. Еліміздің, өз республикамыздың сауатты азаматтары мен азаматшалары болып отырсыңдар. Әліппені бітірді балаларым, әліппеден нәр алған даналарым, өзі оқып жазатын халге жетті, құтты болсын мейрамы балалардың. Қымбатты оқушылар, осы күнге дейін алған білімімізді көрсетіп, ән, би, өлеңдермен өрнектеп, өнерімізді ортаға салайық.
артып, сөз байлығымыздың молайғанын, санамыздың өскенін көрсетейік. Армысыздар, ұстаздар, білеміз деп инемен құлып қазғандар. Құшақ жая қарсы аламыз сіздерді, бейбіленіп әлде бүгін шырқалар. Бізді міне бойларым, мұстақыл бойлар, қуанышқа ортақпын, құтты болсын тойлар. Балаларым, мен сендерге сұрақ қойғым келіпті, сендер жауап беріп көріңдерші. Іші толған әріпке білімдегі жарық не? Әліппе! Сәлеметсіңдер ме балалар? Армысыздар жас достар, армысыздар ата-ана, болашаққа жол ашар. Әліппе келді ортаңа, менің атым әліппе, мені анаңдай дәріпте, мені оқып ер жеткен ағаң менен әпкеңде. Балалар, осы сендер қандайсыңдар?
그리고 질문 하나 나올. Енді әліпбиге арналған тағы да тақпақтарымызды жалғастырайық. Нұрмұхамед, Сабина, Бекнұр, Айару келе қойып, ортаға маскаларыңды түсіріп, дауыстарыңды шығарып, назар келе Бастай қойды, Мұхамед. Бар кітапқа бас болған әліппе ғылым анасы, әліппеден басталған дана ғылым данасы. Әліппе менің әліппем, сені қолға алып есігін аштым мектептің, ертеңгі сәуле жарықпен. Келгенде алғаш мектептің әліппе, оқимыз қазір ертегі, үйреткен оны әліппе. Енді бір жаза білеміз, әріпті қосып әріпке тез алып саған жүремін, түйікті жүздің әріпке. Апам одан жүйе қалып бар, біздің қазақ тілінде қалың үлгі әріп бар. Рахмет, балалар. Әліпбиге арналған тек қана тақпақтарымыз ғана емес, сонымен қатар ән шашуларымыз да көп, иә? Олар болса енді Толғанайдың орындауында әліпби туралы әнді тамашалаймыз.
ана тілінде солай меңгеруге сөз бересіңдер ме? Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой деп Абай атамыз жырлағандай осы бес қасиетті бойымызға дарыту үшін ана тілін меңгеруіміз керек. Олай болса ана тілін шақырайық. Сіңдірер бәріне ана тілі тәнімін, ана тілі тұрағым. Ана тілі болмаса, мықты болмас тұрағым. Балалар, енді мені оқитын боласыңдар. Сен сөзіңді білдің. Балалар, енді мені оқитын боласыңдар. Ондай жоқ па, жақсы, жарайды. Балалар, ондай болса, біздің ана тіліміздің құрметіне көрініс қойып жіберейік. Келе ғой, көрініске, келе ғой. Күлмейміз, балалар, күлмейміз. Керісінше түсініп отырамыз, е? Өрмекші, өрмегіңді алдық па, өрмегіңді алады. Аяғын түсір. Өрмегін ұстап, көрсетіп көрсетіп. Атасы 10 жасар немересін келе жатып сұрайды. Талап, ана өрмекшіні көремісің? Ата, көремін, өрмек тоқып жатыр. Балам, ана құмырсқаны көремісің? Ата, көремін, аузында бір жаннан қиқымы бар, жүгіріп бара жатыр. Жоғары қараш, аспаннан не ұшып жүр? Аспанда қарлығаш ұшып жүр, аузында шөбі бар. Ендеше баламның жәндіктен бір салып бөлеге. Өрмекші маса шығынға тұсақ құрып жүр. Ұстау алдын жон ойнағын деді. Құмырсқа балапандарына намық қиқымын өз жемей істеп қуанып үйіне барады. Қарлығаш балапандарына ұя жасау үшін шөп жинап жүр. Алатаға сенікте бұлшыр үшін жараттаған жұмысқа сенікте әдеттену керексің. Жарайды ата, ақылыңызды тыңдадым. Келе ғой, ортаға келе ғой, ортаға. Келе ғой, ортаға. Бастай зерет. Атаның рөлін ойнаған Арнұр, немеренің рөлін ойнаған Заңғар, өрмекшінің рөлін ойнаған Дамир, құмырсқаның рөлін ойнаған Ернар, қарлығаштың рөлін ойнаған Томирис,
Әліппемен қош айтысып. Әліппемен қоштасып қаламыз. Енді қолға ана тілін аламыз. Ата-ана қуанышқа ортақ бол. Сауатты. Сауатты болып міне шықты баламыз. Ой, бәрекелді. Қасым айта ғой. Ана тілін Ана тілін біліп қой. біліп қой. Еркіндігін, Еркіндігін, ендігін, түндігін, қасым қолында қап. ана тілін Ана тілін біліп қой. қой. Мақтансын ендігін. Ой, бәрекелді. Тамаша. Ана тіліне арналған мың қалған бишіміз Даринаның қазақ биін көрейік олай болса. Қазір бір минут балалар. Аяқтарын серпілтпей, әбден отырамыз.
бақытты боламыз, бәрі бізге қуансын. Мен әлмеден оқып білгендерімді ары қарай жалғастырамын. Бәрі өнерлі, білімді, шәкірт болсыңдар. Мені де осылай оқисыңдар деп сенемін. Оқисыңдар ма ана тілінде? Иә! Тамаша. Мейірі. Мейірімі мол балаға, бар әлемде басымызды иеміз, бабамыздың тілі, даламыздың ілі. Бірге. Ана тілін. Ана тілін. Ана тілі сүйеміз. Тамаша. Алихан. Кел. Кең байтақ көз жетпейтін жерім менің, таулы орман жасыл жайлы көлім менің. Бүгінде бар әлемге даңқың жеткен тәуелсіздік Қазақстан елім менің. Тәуелсіз 30 жыл туыңды биік ұстадың, көтерді халық уақыт қатал қыспағын. Көшіңді бастап бақытты болашағына жасай бер, жаса тәуелсіз Қазақстаның. Ой, бәрекелді, қош келдіңіз. Тамаша. Я балалар, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай тартулары бар екен балалардың. Тұрмаш. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы, әліпбимен қоштасуы, тоймен той жалғасып жатыр. Әмеріз кішкене шыдай ғой, я? Береке біткенен кейін су ішеміз. Кішкене шыдай бірақ, я?
еліміздің баға жетпес байлығы екен. Тәуелсіз әлемдегі ең құдіретті сөз екен. Ел еркіндігі деген мағынаны білдіреді, я? Тәуелсіздік сөзінің өзі жанымызға жылу, бойымызға күш қуат білдіреді. Тәй-тәйлаған баладай басқан адымдарын санап, 4-5 жасында өз-өзіне қарап, 10-15 жасында пайдаға ісі жарап, 20-25 жасында өсіп өніп, аты әлемге тарап, етек-жеңін жинап, бар әлемді мойындатып, тәуелсіздіктің бесігінде 30 жыл тербелген қазақ елі 30 жылдық тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Әне өзіміз бетіміз шаппайыз, көңді жоғары көтерер, оң қолымызбен әдемі болып. Бүгінгі күн әр үйдің той басы болып саналар. Балалардың есімі әулеттерге таралар. Ырым етіп ертеңгілік соңында ақ тілекпен баршаға тілек айтар қонақтар. Олай болса, мектебіміздің құттықтау сөзді мектебіміздің ардақты ұстазы Гүлнар Нүскенқызына берейік. Рахмет. Балалар, бүгінгі мына әліпбимен қоштасып жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Мерекелерің өте жоғары деңгейде өтті, апай. Балалардың бал тілдері
көрсеткен көріністері қандай керемет балалар. Болашақтарынан зор үміт күттіретін әрқайсың балапандары жолдарың ашық болсын, қаламдарың жүйрік, ойларың ұшқыр болсын дегім келеді. Жанар апай, сіздің еңбегіңіздің арқасы, осы еңбегіңіздің жемісі бүгінгі көріп отырғанымыз өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Еңбегіңіз әрдайым жемісті болсын, балаларыңыз биіктен көріне берсін, әрдайым сізді осындай бір жақсы, қуанышты күндерге бөле берсін. Сіздің осы еңбегіңіз ақталып, ұстаздан шәкірт болсын дегім келеді. Барлықтарың мықты, ел шетін ұстайтын, ел іргесін ұстайтын азаматтар мен азаматшалар болуларыңа тілектеспін балалар. Қонағымыз тағы да бүгінгі әліпби кешіміздің құтты қонағы, бастауыш сыныптардың ардақты ұстаздарының бірі Әлия Сәмбекқызына сөз берейік балалар. Ал бүлдіршіндер, бүгін есімдер керемет, неше жылдан кейін қолымызға оралған әліппені бітіріп отырсыңдар. Сендер бақыттысыңдар, әліппе поштасын келіп жатыр міне. Бүгін сендер рахмет саған әліппем деп керемет ертеңгілік өткізіп жатсыңдар. Өздерің 42 әріпті танып оқи аласыңдар, міне. Бүгін керемет жетістікке жетіп отырсыңдар. Білімдерің молая берсін, ана тілден де осындай білімді азамат болып шығыңдар. Дендерің сау болсын, білімді, алғыр, өте ақылды азаматтар болып шығыңдар. Бүгінгі міне әліппені танытып, осынша 4 айдың ішінде осындай білімге жеткізген, өнерге жеткізген сендерді ұстаздарың Жанар Қуандыққызына алғыс айтамыз. Деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын, осындай көптеген шәкірттер тәрбиелеп жүре беріңіз. Бүгінгі ертеңгілігіңізге осындай шараны өткізіп жатқаныңызға алғыс айтамыз. Осы шәкірттеріңіздің білімді азаматтар болып өскенін көріңіз. Сіздерге көп рахмет балалар, мерекелерің құтты болсын. Рахмет балалар сендерге. Өнерлеріңді, алған білімдеріңді барлығын бүгін жинап, бір тәрбие сағатында көрсете білгендерің үшін, еңбектерің үшін, осындай сүп-сүйкімді әдемі болып отырғандарың үшін алғысым шексіз. Рахмет. Ана тіл, балалар, міне ұмытып бара жатырмын мен. Қуаныштан ұмытып бара жатырмын. Енді әліппені жақсы аяқтап, ана тілі оқулықтарын және әліппені жақсы аяқтады деген марапатпен директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Шынар Кенжебекқызына сөз кезегін береміз балалар. Тыңдай қойыңдар. Ал балапандар, сендердің мінекей үлкен бір белесті бағындырған, үлкен бір қадамдарың құтты болсын. Сендердің болашақтарыңның зор екенін бүгінгі көрсетіп жатқан өнерлеріңнен тамашалады. Барлықтарың кереметсіңдер, жарайсыңдар. Алға, алға, алға деймін. Апайларыңа үлкен алғыс. Керемет деңгейде Жанар өткіздің, саған да тек қана шығармашылық табыс биіктен көріне ғой. Бүгін балалар, мінекей сендер әліппені аяқтап, мынандай бір керемет оқулықты қолдарыңа алғалы отырсыңдар. Оқуларың келе ма? Мына өнер сендерге ұнай ма? Ендеше осы оқулықты сендерге мен табыс ете отырайын, табыс ете отырып, сендерге тек қана осы оқулықты 5-ке оқып, биылғы оқу жылын жоғарғы деңгейде аяқтауларына тілектеспін. Ендеше сені бар ғылымның беташары әліппені табысты аяқтауымен құттықтаймыз. Енді біз жаза білеміз, әріпті қосып әріпке. Риза болып саған жүреміз, сүйікті біздің әліппе деп. Әліппені балалар өткізген шығарсыңдар апайларына. Солай ма? Жоқ, әлі өткізбедіңдер ма? Жақсы. Енді ертең биылғы әліппені өткізесіңдер, қолдарыңа қаңтар айында демалып келгеннен кейін осы оқулықты оқиды екенсіздер. Қазір Шабден Алиханды құттықтай отырып,
толғанайық. Сапарғали Рауан. Нұрман Ақнұр дайындалып отырсын. Келе ғой Ақнұр. Нұрай келе ғой. Ернұр дайындалып отырайық. Ернұр. Келе ғой. Айзере. Айзере қошеметтеп отырамыз. Данир. Алтынай. Ермахан келе ғой. Заңғар дайын отыр. Заңғар жүгір. Келе. Бекнұр дайын отыр. Көрсетеміз қошемет. Бекнұр жүгір. Асыл кеңесі дайын отыр. Келе ғой. Кел. Нұрмаш. Ой, тәтті бала екен. Келе ғой. Маш. Назар. Ибрахим келе. Сапқа дұрыста байында тұрғыза бер. Ой, Ибрахим. Амина. Аяулым келе ғой. Дайын тұра ғой. Бер қарай тұра ғой. Ибрахим бер қарай. Четке қарай. Созылып тұрады. Дарина. Тамирис. Келе ғой. Ернардікін алып келесің ғой. Тамирис келе ғой. Тамирис Қандай рөлде ойнады? Керемет. Тамирис. қарай.